Дайынсыңдар ма балалар? Я, Султанус. Чё-то естімей тұрмын. Үтті я, Султанус. Кім ютубер красавчик? Султанус, братан. Кімнің подписчиктері өте күшті? Султанус, братан. Кімнің видеолары күшті? Султанус, братанның. Султанус, братан. Султанус, братан. Султанус, братан. Султанус. Сіздер арнағарыңызды лайк басайшы. Бала кезімізден көріп өскен Губка Бобо шалбар мультфильмі көптеген ұрпақтың жүрегінде ерекше орын алған шығарма. Оның жарқын түстері, көңілді кейіпкерлері мен күлкілі сюжеттері бізге тек қуаныш сыйлағандай көрінеді. Бірақ бұл мультфильм шын мәнінде қараңғы шындықтарға, жасырын астарларға толы екенін білдім бе? Сәлем достар, сіздермен бірге Султанус арнасы. Басыламай жатып арнаға тіркеліп лайк басып кет. Ал алдыңғы видеода 5 минут ұтып алған адам осы адам. Егер сен де 5 минут ұттың десе, керемет комментарий жазып арнаға жазылып лайк басып кет. Және алдыңғы видеолар керемет қаралым жинады. Лабу туралы. Егер достар Диана күй жақсы көрсеңдер, тағы да лайк арнаға жазылып кет. Достар, онда көзбен бастайық. Арнаға жазыл, лайк бастаймыз. Бикини Ботам, ядролық апаттың қалдығы. Бикини Ботам Губка Бобтың тұратын суасты қаласы. Бұл атау кейісоқ таңдалмаған сияқты. Себебі шынайы өмірде Бикини аталы деп аталатын жер бар. Ол ақш 1946-1958 жылдары ядролық сынақтар жасаған Маршалл аралдарында аймақ. Бұл сынақтар қоршаған ортаға орасан зор зиян келтірген. Ал кей теорияларға сенсек, дәл осы сынақтардың әсерінен теңіз астындағы тіршілік иелері мутацияға ұшырап, Губка Боб әлеміндегі кейіпкерлерге айналған. Губка Боб кәдімгі ыдыс жуатын губка емес, тірі сөйлейтін сезімтал мутант. Сквидвард, Патрик, Планктон барлығы адам ертегісінен туған қиял емес, апаттың зардабынан пайда болған мутант формалар. Планктон соңғы саналы тірі жан. Планктон әрқашан зұлым жау ретінде көрсетіледі, бірақ оның әрекетін талдай отырып, кейбір көрермендер оны мүлде басқа қырынан көре бастады. Ол ақылды, технологиялық меңгерген, логикамен ойлайтын жалғыз кейіпкер, ал оның қарсыластары аңғал, шулы, кейде мағынасыз әрекет ететін тіршілік иелері. Бұл теория бойынша Планктон шын мәнінде тірі қалған сана иесі. Ол мутанттарға қарсы соғысып жүр. Оның қытырлақ краб есебінде қызығушылығы жай ашкөздік емес, технологиялық немесе генетикалық құпияны ашу талпынысы. Мистер Краб пен Перли отбасылық құпия. Мистер Краб шаян, Перл кит. Биологиялық тұрғыдан алғанда бұл мүмкін емес. Мультфильмде бұл сұрақ ешқашан түсіндірілмейді. Бірақ теория бойынша Перл мистер Крабстың туған қызы емес. Ол өлген отбасының баласы. Краб соны асырап алған, немесе одан да қорқыныштысы Перл мистер Крабстың қандай да бір тәжірибесінің нәтижесі болуы мүмкін. Ол китке ұқсас, бірақ теңіз шаянымен байланысы бар тіршілік иесі болуы да ықтимал. Губка Бобтың шын бет-бейнесі. Губка Боб әрдайым күліп жүреді. Бәріне көмектесуге дайын. Жұмысына ғашық. Патрикпен ойнап өмірге риза секілді. Бірақ бұл шынайы ма? Көптеген көрермендер оның қылығын зерттей келе, оның депрессияның, жалғыздықтың және жалған қуанышын символ ретінде қарастырады. Оның күнделікті жұмысы қайталанады. Достары шын мәнінде оны түсінбейді. Сквидвард оны жек көреді, ал бастығы тек пайда іздейді. Ол мәңгі күлкісімен ішіндегі бос орында жасырып жүрген жан сияқты. Сквидвард шығармашылықпен айналысатын, музыка мен өнерге жақын кейіпкер. Бірақ оны ешкім түсінбейді. Ол қазір қоғамдағы көп шығармашылық жандарының символы. Арманы көп, таланты бар, бірақ қоршаған орта оны қабылдамайды. Теория бойынша Сквидвард адамзаттың өнерге деген суықтығын құрбаны. Және оның тұжырымындағы кейіпкер бүкіл мультфильм ішіндегі ең шынайы әрі адамға жақын образ. Шынайы өмірдегі шабыт көздері. Бұл мультфильмнің авторы Стивен Хелленберг теңіз биологиясы маман болған. Ол мұхит тіршілігіне қызыққан және әр кейіпкердің артындағы ғылымына негіз жатқан.
бірақ мультфильм сәттілік жеткен соң басқа сценаристер мен продюсерлер оны комедияға, ал кейде тіпті психологиялық сатираға айналдырып жіберді. Кейбір серияларда қатты өзгерген визуалды стиль, шектен тыс эмоция, тіпті қорқынышты кадрлар бар. Мысалы, Сквидвардтың суицид туралы қауесеттер интернетте вирус секілді тараған. Көп шалбар тек күлкілі мультфильм емес, оның астарында адам психологиясы, қоғам сыны, ядролық апаттар салдары және жалған қуаныш сияқты терең мәселелер жасырылуда. Мүмкін бұл теориялар шындық емес шығар, бірақ олар біздің балалық шақта көрген образдарға ересек адам ретінде қайта қарап, өзіміздің ішкі дүниемізді түсінуге көмектесетін маңызды құрал болуы да мүмкін. Сен үшін көп тек мультфильм бе, әлде шындыққа жақын сұмдық па? Достар, осылайша біз видеомызды аяқтаймыз. Арнаға жасыл лайк басып кет. Қош, сау бол.